Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, баршаларыңызға мынадай қиын жағдаймен қайырылуға мәжбүр болып тұрмыз. Түркістан қаласында тұратын Қайрат бауырымыз мінекей үйіндегі тоқ желісінен кеткен қателіктерге байланысты үйі өртке оранып, мінекей қысты күні қаңтар айында қиын жағдайға душар болып отыр. Осы жағдайды ескере отырып, құрметті бауырлар, сіздерден көмек қолын сұрауға мәжбүр болып тұрмыз. Алланың разылығы үшін бауырымызға жәрдем беріп, осы үйдің қайта қалпына келуіне көмектессеңіздер екен. Мінекей, бұл отбасы Қайрат бауырымыз көп балалы әке, қазіргі таңда 5 баланы асырап отырған жайы бар. Отбасы қазір жан-жақта туыстарының үйін паналауға мәжбүр болып отыр. Осы жағдайда енді ел екенімізді көрсетіп, мұсылмандығымызды көрсетіп, бауырымызға жәрдем берейік. Ол үшін экранда көрсетілген Мадияр бауырымыздың Каспи нөміріне атағандарыңызды тастасаңыздар болады. Құрметті бауырлар, бұл баршамызға ортақ түскен сынақ деп есептейміз. Мінекей, Алла разылығы үшін жәрдемдеріңізді берсеңіздер екен. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Баршаларыңызға Алла разы болсын.